Биздин кезимизде деп қазір өзүм сүйлөйтүн болуппуз. Өйткөнү қазір карап отурсам, қазіргі заман балалары биздин кезимиздегидей эмес. Дамуу болсун, өзүн өзү уставы, сүйлөө болсун. Қазіргі балалар өздерine көбүрөөк көңүл бөлгенди, телячий нежности, сүйүп кучактаганды және де өзүне барынча жылы сөз айтканды жакшы көрөт. Ал ата-аналар күнделиктүү өмүрдө бала чаганы асыраймын деп таңдан кечке чейин тирчилик деп жумуста жүрөт. Және баланын психологиясы түгүл, физиологиясына да көңүл аудармайт. Ол рас. Және де эгерде балаңыз жас өспүрүм, кез келген бозбала, бойжеткен болсын, өмірде өзіне өзі қорған бола алмайтын, өз шекарасын қорғай алмайтын, және де ерме, өз ойы да жоқ адам сондай бір ынжық біреу тәрбиелегіңіз келмесе, балаңыздың психологиялық жағдайына көңіл аударыңыз. Ол жерде энерготерапия және телесная терапия жасау арқылы эмоциональный жағдайын тұрақтандырып, телесный блоктармен жұмыс жасап, психоэмоционалды жай-күйін реттеп, саналы, дені сау, ментальды ұрпақ тәрбиелеу мүмкіндігі жоғары.